Қайырлы күн, менің алтын оқырмандарым. Бүгін сіздерге біз жасағаннан өте керемет болып шығатын мясной пирогты үйрететін боламын. Менің арнама тіркеліп, видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға ерітілген сары майымызды құямыз. Сметанамызды саламыз. Содан соң бір жұмыртқамызды саламыз. Тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып алдық. Енді қопсытқышымызды салып, және араластырамыз. Содан соң електен өткізілген ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Алдымен осылай қасықпен араластырып алыңыздар. Содан соң қолдың көмегімен осылай жұмсақ қамыр илеп алыңыздар. Қамырымызды илеп алдық. Енді пленкаға салып, холодильникте тұндырып қоямыз жарты сағатқа. Қамырымыз тұнамын дегенше салмасын дайындаймыз. Алдымен сарымсағымызды осылай ұсақтап турап аламыз. Сарымсақты ұсақтап турап алдық. Енді ыдысымызға саламыз. Содан соң картошкамызды жұқа етіп бөліп, осылай ұзын-ұзын етіп турап аламыз. Картошканы жұқа етіп тураңыздар. Әйтпесе піспей қалады. Мінекей осылай әдемі жұқа етіп ұзын-ұзын етіп турап алдық. Сарымсағымызды осылай қолдың көмегімен кішкене араластырып жібереміз. Содан соң картошкамызды саламыз. Тұзымызды, бұрышымызды, кішкене зіремізді салып, жақсылап араластырамыз. Мінекей салмамызды жақсылап араластырып алдық. Енді тұнған қамырымызды, ұнымызды сеуіп, екі бөлікке бөліп аламыз. Кішкентай бөлігін алып қаламыз. Ұнымызды сеуіп, қамырымызды жұқа етіп, домалақ етіп жайып аламыз. Қамырымызды домалақ етіп жайып алдық. Енді пергамент қағазы төселген листімізге салып, жанын осылай түзелеп аламыз. Содан соң қамырымыздың бетіне салмасын саламыз. Домалақ етіп, түзелеп, жайып шығамыз. Қамырдың жанын кішкене қалдырыңыздар. Салмамызды түзелеп алдық. Енді екінші қамырымызды, ұнымызды сеуіп, екінші қамырдан кішкене алып қалыңыздар. Содан соң қамырымызды осылай домалақ етіп, жайып аламыз. Мінекей қамырымызды домалақ етіп, жайып алдық. Енді салмамыздың үстінен жаятын боламыз. Осылай түзелеп аламыз. Қамырдың жандарын жақсылап біріктіріп шығамыз. Қамырдың жанын міндетті түрде жақсылап біріктіріп шығыңыздар. Себебі қамыр піскен кезде ашылып кетуі мүмкін. Біріктіріп алдық. Енді осылай әдемі етіп бүгіп аламыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша бүксеңіздер де болады. Бірақ та осылай бүксеңіздер өте керемет болып шығады. Міне бүгіп алдық. Енді жаңағы кішкене алып қалған қамырымызды осылай жұқа етіп жайып аламыз. Содан соң форманың көмегімен осылай домалақ етіп, қамырдың бетіне гүлдеп аламыз. Мінекей бірінші гүлімізді жасап алдық. Енді қалған қамырымызды да жұқа етіп жайып аламыз. Және форманың көмегімен осылай тағы домалақ етіп аламыз. Екінші гүлімізді жасаймыз. Екінші гүлімізді жасап алдық. Енді сабақтарын жасаймыз.
Енді гүліміздің жапырақтарын осылай әдемі етіп жасап шығамыз. Мінекей дайын болды. Енді шаншқының көмегімен осылай тесіп шығамыз. Міндетті түрде тесіңіздер, себебі қамыр піскен кезде домалақ болып беті ісіп қалуы мүмкін. Енді жұмыртқамыздың сарысын осылай әдемілеп жағып шығамыз. Бүкіл жеріне әдемілеп жағып шығыңыздар. Сол кезде өте әдемі болып, қып-қызыл болып пісетін болады. Жұмыртқамыздың сарысын бір тегіс етіп әдемілеп жағып алдық. Енді алдын ала қызып тұрған пешімізде 180 градуста жарты сағат пісіріп аламыз. Мінекей пирогымыз әдемі болып, қып-қызыл болып, жұп-жұмсақ болып пісіп шықты. Өте керемет. Күнделікті жасап берсеңіздер болады. Астарыңыз дәмді болсын.